Тәуелсіз елімізге 30 жыл. Ата-бабаларымыздың аңсаған арманы тәуелсіздік Қазақстан тарихына алтын әріппен жазылатыны сөзсіз. Тәуелсіздік ең алдымен қазақ халқының асқақ арманы мен қайсар рухының жемісі. Тәуелсіздік тағылымы жас ұрпақтың ұлы далаға деген перзенттік сүйіспеншілігін арттырып, өз елін мақтан тұтуға жетелейді. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы қарсаңында елімізді жаңа белестерге көтеру жолындағы жасампаз істеріміз өз жалғасын таба бермек. Желбіреп бүгін тәуелсіз күннің байрағы, құтқырлы елім бірлікпен ғұмыр кешуде, асқақтап тұрған елімнің дархан айбары жылдардан жылға биіктеп шырқап өсуде. Еркіндігім, қасиетім, қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ шермің, кеше сенің келбетіңді арман қып, боданына бұғауландық бас келдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өрт көраған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмаса алталаш, азаттығым қадіріңде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған, саған, оған да. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тері қылдым еңсемді. Желтоқсанда жалын атып жастығым, құрсау болған темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындардың қалды ма? 86 ерлігім бе ең соңғы? Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Сені көксеп боздақтарым өлсөлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңыңды сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Біз Қарасай Батыр атындағы орта мектеп педагогтері Алматы облыстық отан тарихындағы 30 жыл жобасы аясында жалпы орта білім беру ұйымдарының педагогтері арасында тәуелсіздік тірегім атты Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған челленджді Үшқоңыр ауылындағы орта мектеп гимназиясына жолдаймыз.